Талдықорған өнеркәсіптік индустрия және жаңа технологиялар колледжі. Мамандық: ішкі санитарлық техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану мамандығы бойынша. Біліктілігі: слесарь-сантехник. Пән: арнайы технология. Тақырыбы: араластырғыштарды орнату және жөндеу. Сабақтың мақсаты: тұрғын үй ғимараттарына қорлық арматураларды санитарлық бөлмелерге орнату және қосымша істелетін санитарлық техникалық монтаж жұмыстарына байланысты оқушылардың техникалық білімдерін, ой-өрістерін қалыптастырып жетілдіру. Білім алушылардың ішкі санитарлық техникалық құрылғыларын қалай орнату және жөндеу жөнінде техникалық білімдерін дамыту. Білім алушыларды тұрмыста пайдаланатын санитарлық құрылғыларды пайдалану және осы монтаж жұмыстары арқылы мамандыққа деген қызығушылықтарын түсіндіре тәрбиелеу. Саламатсыздар ма, оқушылар? Өткен сабақта біздер араластырғыштар құрылымы тақырыбын өттік. Жаңа сабақты түсіну үшін өткен сабақты қайталап еске түсірейік. Ол араластырғыштар және оның құрылымы жөніндегі мәліметтер. Ішкі санитарлық жүйелерде құрылғыларды тұрғын үй ғимарат бөлмелерін, санитарлық бөлмелерде және ас үй бөлмелерінде монтаждап орнату. Тұрғын үй тұтынушыларын санитарлық гигиеналық талаптарды ұстанып, гигиеналық тазалықты сақтау үшін осы санитарлық құрылғылар болуы керек. Санитарлық бөлмелерге ванна, душ және дәретхана бөлмелері жатады. Қолданылатын санитарлық техникалық құрылғылар су араластырғыштар және крандар жатады. Бұл екі құрылғымыз құбырлық бекіту арматуралар құрамына жатады және су таратқыш арматура болып табылады. Су таратқыш арматуралардың функционалдық жұмысы суық су және ыстық су ағымдарын араластырып реттейді, біртұтас қалыпты су ағымын қалыптастырады. Су араластырғыштардың конструкциялық құрылымына байланысты келесі түрлері болады. Бір винтельді араластырғыш. Екі винтельді араластырғыш. Сенсорлы араластырғыш. Термостатты араластырғыш. Қазіргі уақытта технологиялық дамуына байланысты осы квалификациядағы араластырғыштар қолданылады. Тұрмыста санитарлық гигиеналық қолданыста көбіне бір винтельді және екі винтельді крандар қолданылады. Сенсорлы су бекіту құрылғысы негізінен қоғамдық жерлерде қолдану тиімді болып табылады. Құрылғының конструкциялық жүйесі электронды түрде басқарылады. Яғни судың ағуы бақылау датчиктері көмегімен орындалады. Термостатты кранның тиімділігі олар температураның тұрақты және су ағынының қысымын тұрақты істеуімен тиімді болып келеді. Термостатикалық режимде жұмыс істеу үшін құрылғы корпусында орналасқан басқару элементтері арқылы орындалады. Құрылғының құраушы бөліктерін қарастырайық. Құрылғы негізінен корпустан тұтқасы, су ағу құбыры шүмегі және аэратордан тұрады. Құрылғыны монтаждап жұмысын орындау барысында ауыстыру немесе жөндеу кезінде келесі бөлшектер қолданылады. Олар кран-букса, картридж механизмі штоктан тұрады. Мынауымыз міне кран-букса механизмі, жаңа айтып отқан бір тұтқырлы араластырғышта орналасқан картридж механизмі. Мынау көрсетіп отқанымыз біздің
кран букса механизмі. Мұнда да сол жағы кран букса механизмі. Мына тоқталатын болсақ, мына кран буксаға, мұнда негізінде мына көрсетілген ақ екі диск пластина, бұл жағы керамикалық пластиналар, жағы ыстыққа төзімді. Сол себепті осы кран буксаға арналған жағадан шыққан жағы механизм. Картрижді механизмдер бір тұтқырлы крандарда қолданылады. Кран букса бөлшектері ішкі құрылымына байланысты әртүрлі болып келеді. Оларды бөлшектеп ажыратып, ақауын тауып, қалпына жұмысқа қайтадан келтіруге болады. Қазіргі мына біз суретте көріп отырғанымыз бұл екі вентильді араластырғыш. Осыған қарасты ішкі конструкциялық механизмдердің тозған және жөндеуге арналған қосымша бөлшек элементтердің резеңке тығыздама, пластмассалық тығыздағыш төсемдер, резеңке төсемдер, пластина төсемдер, керамикалық диск, дөңгелек жалпақ және шеңбер қуысты резеңке тығыздамалардан тұрады. Мынау жағы шеңбер қуысты резеңкелеріміз, мұнда жағы дөңгелек жалпақ жағы резеңкелеріміздің тығыздағыштардың түрі. Мына төменде көрсетілгеніміз біздің керамикалық дискілер. Бұлар жағы айтылып кетті, көбінде картрижді механизмдерде орналастырады. Арматураларды конструкциялық модельдеріне қарай монтаждауға құрауға арналған қосымша бөлшектер, иілгіш шланга, көрсетіліп отқан шпилька, контргайкалы бұрандалы қосылғыш, штуцер, футерка, эксцентрик және кран-винтиль жатады. Осы аталған бөлшектер құралдардың дұрыс қалыпты жұмыс істеуіне себепші болады. Енді балалар, негізгі тақырыбымызды қарастырайық. Қазіргі заман талабына сай санитарлық техникалық құрылғылар әртүрлі дизайн үлгісінде шығарылып жатыр. Осыған байланысты санитарлық құрылғылардың ішкі конструкциялық құрылымы да өзгеріп жаңартылуда. Араласқыштарды монтаждап орнату түрлері келесі әдістермен орындалады. Қабырғаға бекіту, еденге бекіту, үстел үсті бекіту. Санитарлық бөлмелерге және ас үй бөлмелеріне су араласқыштарды монтаждау жұмыстары осы аталған әдістер арқылы жүзеге асады. Енді санитарлық құрылғыны орнықтыру үшін келесі жұмыстар жоспарлану керек. Егер құрылғыны ауыстыру болса, осы үлгідегі араластырғышты пайдалану. Құрылғының конструкциялық бөлшектерін дизайн бойынша және ішкі құрылымын құрайтын механизмдеріне байланысты қосымша бөлшектерді дайындау. Құрылғының бөлшек құралдарын және қосымша бөлшектерді бұрауға арналған арнайы сантехникалық кілттерді қолдану үшін дайындау. Монтаж жұмысын орындау барысында бөлшектердің байланысу ретін сақтап орындау. Құрылғыларды орнықтыру қажетті қосымша қосалқы құраушы жабдықтар мен бөлшектерді дайындап қою. Монтаж жұмыстарын орындау барысында
техникалық қауіпсіздік ережесін ұстану. Енді жаңағы қауіпсіздік ережелерін сақтану үшін қандай жолдар болады, соны қарастырайық. Санитарлық техникалық құрылғылар мен аспаптарды орнату барысында құбырдағы су жүйелерін бекіту, монтаждалатын құрылғыны техникалық қолданысқа жарамдылығын тексеруден өткізу, арнайы санитарлық кілттерді пайдаланар алдында олардың элемент бөліктерін тексеру, стандарт емес әртүрлі конфигурациялы бөлшектерді арнайы кілттердің көмегімен бұрау барысында жарақат алмаудан сақтану, ақаулары бар бөлшектері сараптап қолданбау, жарығы және басқа металл ақаулары бар жарақатына алып келеді. Металл бөлшектерді материалдардың қалыңдығын есепке ала жұмыс істеу керек, өйткені жұқа металлдардан жарақат болуы мүмкін. Санитарлық техникалық құрылғыларды орнату немесе жөндеу нұсқаулық технологиялық картасы. Бұнда біз бір винтельді құрылғыны орнату және жөндеу нұсқаулық картасын қарастырайық. Ішкі санитарлық құрылғыларға тартылған су жүйесін тоқтату бірінші. Екінші, су араласқышты орнату әдісін таңдау. Яғни бұнда біз үстел үсті монтаж әдісін таңдап отырмыз. Мына бейне суретте көрсетілгендей, біздің араластырғыш бір тұтқалы араластырғыш, ол жаңағы мойкаға бекітілген. Мойка аспабына бекітілген, бекітілу жанында қосымша металдар, бекіткіш металдар, мына қара көрпістері, жаңағы тығыздық бекітуші резеңке, және осы бекіту негізінен мына шпилькалы гайкалы қосылыш арқылы бекітіліп тұр астың жағынан. Үшіншісі, құрылғыны мойкаға орнату немесе жиһаз үстіне монтаждап орнату. Яғни біз жаңағы мойкамыз ас үйде орнатылып тұр, ас үй жиһазында. Бұрандалы гайкалы немесе шпилькалы резьба байланыстары орнатып, дұрыстап, қысып бекіту. Мұнда жаңа көрсетілген шпилькалы, бұнда гайкалы емес, шпилькалы жағы гайкалы қосынды болып тұр. Сол арқылы мұнда бекітіліп тұр біздің араластырғышымыз. Құрылғыны су жүйесіне иілгіш шлангілер арқылы қосып бекіту. Енді мұнда көрініп тұр, иілгіш шлангымыз бекітіліп тұр. Яғни екі су жүйесі, ыстық су және суық су жүйелері тартылып тұр. Аэраторды шешіп алу. Енді алдында біз айтып кеттік, аэратор дегеніміз не екенін. Ол жағы шүмекте су ағынын жағы басқарып тұратын құрылғы. Ода жағы фильтр және себізгіден тұрады. Құрылғыны сынақтан өткізу үшін жүйенің барлық қосылыстарын бақылап тексеру. Яғни біз суды аздап қосып, жүйені барлық қосылыстарын байқаймыз, бақылап тексереміз. Қай жерде жағы су тамшылары бар ма, жоқ. Осындай жағы ақауларды қарастыруымыз керекпіз. Жетіншісі, жүйеде ақаулар байқалған тұста қалпына келтіру. Егер де ақаулар пайда болса, яғни су тамшылары пайда болса, онда біз суды қайтадан жауып, ақауды қалпына келтіруіміз керекпіз. Егер де бұрандалы ақау болса, алып тастап, бұрандалы ақауды ажыратып, бекіту материалдарын пайдаланып, қайтадан қаттылап нығыздап, бекітіп, жұмысты аяқтауымызға болады. Енді 8-ші жағы қайтадан суды жібереміз, сынақтан өткіземіз, тексереміз. Егер де су тамшылары қосылыстарда байқалмаса, онда барлығы дұрыс тартылып орнатылған деген
білдіреді. Енді біз аэраторды қайтадан орнына жауып бекітіп қоюымыз керек. Яғни осымен біздің құрылғы пайдалануға дайын. Аэратор су арыны қалыпты ағызуға арналған араластырғыштың құраушы бөлігі. Аэратор фильтр және себізгіден тұрады. Енді қандай ақаулар, техникалық ақаулар түрлері болады екен, соны қарастырайық. Бөлшектер қосындысының түйіндеу тығыздығы біріншісі. Екіншісі, өндіруші зауыттан шыққан бөлшек ақауы. Үшіншісі, құрылғының негізгі бөлшектерін ауыстыру мүмкіндігі. Яғни онда кран-букса механизмі, керамикалық механизмдер. Төртінші, құрылғының конструкциясының бөлшек құраушыларының ақауы. Яғни камера аралық екі бөлшектің қосындысынан екі бөлшек арасындағы резеңке тығыздықтар тозуы болуы мүмкін. Қорытынды. Бүгінгі сабақта араласыш және кран су бекіту арматураларын орнату барысында оны жоспарлау, яғни қол құралдарын әзірлеу, негізгі бөлшектерді және қосымша бөлшектерді жөндеу үшін санитарлық техникалық материалдарды таңдау, санитарлық техникалық құрылғыны орнату және жөндеу барысында ақауларды анықтау жолдары, олардың түрлі және қалпына келтіру жолдары қарастырылды. Үй тапсырмасы. Бақылау сұрақтарына жауап береміз. Су араластырғыш құрылғысы не үшін қолданылады? Араластырғыштардың қандай түрлері болады? Араластырғыштарды монтаждау қандай әдістері бар? Сенсорлы араластырғыштардың айырмашылығы неде? Бір винтильді және екі винтильді құрылғылардың ішкі конструкциялық құрылымында қандай айырмашылық бар? Екінші тапсырма. Бақылау сұрақтары. Сурет арқылы жауабын тап. Қандай су араластырғыш қондырғы бар? Араластырғышты монтаждау, құрауға арналған қосымша бөлшектерді ата. Су жүйесінен басқа қандай жүйенің құбырдың фасонды бөлшектері көрсетілген? Қандай санитарлық кілттер және қол құралдары көрсетілген? Балалар, тапсырманы орындап EduPage бағдарламасына жүктейміз. Мен сіздерді осы тапсырма арқылы бағалап, бағаларыңды қоямын. Осымен сабағымыз аяқталды.